Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бұл мен әнші ақын сазгер Елнұр Әлімбай. Бүгін сіздерге қазақ эстрадасының әншілері жайлы ақиқатты айтқым келеді. Мен негізі өзім жігіт басымен, еркек басымен қазақ қыздарының абыройының айрандай төгілгенін қаламайтын едім, бірақ кісі ақысын жеу мәселесінде мен әрдайым әділдікті, шындықты қолдаймын, ақиқатты қолдаймын. Тек қана рас, 100% рас әңгіме айтамын. Осыдан 7 жыл бұрын, 2018 жылы мен көп әндер шығардым. Сол кезде арасында я жоқ білмеймін деген тойский стильдегі варианттағы бір ән жаздым. Сөйтіп әншілерге көрсетіп отырғанмын. Ол негіз былай қарасам қыз баласы айтқан жақсы екен да, сөйтіп әнші қыздарға, әнші әйелдерге қазақтың жіберіп отырдым. Арасында Мадина Садуақасова сол әнді ұнатып қалды. Сөйтті да осы әнді маған бер айтайын деді. Мен оған ештеңе айтқан жоқпын, қаламақы жайлы. Ақшасын берем деді, бірақ ақшасын сол күйі берген жоқ. Анақа кел, мынақа кел дейді, шақырады. Мен барайын деп жатсам, біз уже ол жерден кетіп қалдық, Шымкентке келдік дейді. Енді жолығайын деп жатсақ, тағы да кетіп қалдық, гостиницадамыз дейді. Одан кейін ұйықтауымыз керек, одан кейін ертесіне той, концерт деп сол күйі әнді, короче, бір айдан кейін шығарды. Қысқасы бір айдан кейін әнді жарыққа шығарды. Жарыққа шығара салып, сол күні бір тойда барып айтқан. Сөйтіп оған күліп тіміш адамдар, тақара тұқым, тақара өзбекше стильдегі өлең айтсын деп, сөйтіп маған хабарласып, мені жермен жексен қылып, жерге салып, жерден алып жерге салды мені. Әңгімелері қатты дейді маған, абыройын таптайтындай әңгімелер айтты да маған. Сен маған өзбекше ән пихат етіп жүріпсің, өзбекше стильдегі, маған бәрі күлді деп. Мен айтпасам қой дедім, әнді айтпаймын деп қайтарып берді. Сөйтті дағы әнді қайтып алдым да, мен ән сұрап жүрген сол кезде Әйгерім Қалаубаеваға берген едім. Ол кісі алды да әнді тез-тез жаздырып шығарды дағы, тек радиодан берді. Ол да менің автордың да атын айтпады, еш жерге жазбады да, сайттарға салсаңыз десем салмайды. Сөйтіп сол әннің арқасында талай тойға шығып қанша ақша тапты. Ол кісі де әнді жарытпады. Ол әнші әнді алып бачыт қылды. Сөйтіп қайтадан соны көріп, тойдап жүрген көріп, Мадина оны көріп, іштарлықпен онымен барып әбден қырылысқан. Ол ән менікі, мен айтам деп алып, оны ютубқа сақ қойыпты қайттан. 2020 жылдан бері ютубта тұр ол. Авторлық правасын қорғап қойған ютубта. Бірақ ешқайсысы да менің автордың атын жазған жоқ. Екі кісі де менің ақымды берген жоқ. Ақымды жеп, әнді тегін айтып, сөйтіп жүр. Енді сол кісілерді енді сіздер пір тұтып жүрсіздер, ойлаңыздар өздеріңіз. Қазақ эстрада әншілерінің шынайы келбеті қандай екенін көріп, өздеріңіз содан бір түйін шығарыңыздар. Жарайды, сау саламатта болыңыздар.